не бүйтеміз. Мына біздің дублеринді жоқ, дублерин жабыспаған жағына мына тігісті жатқызамыз дағына. Мына біздің негізгі тігісімізді мына машинканың ішкі жағына лапканың шеті бар ғой, сол жерге тақап отырып тігіс түсіріп аламыз. Енді мына жері қиғаш болғандықтан кішкене қолмен көмектесесіздер. Осылай тігісімізді ашып отырып жаңағы тігісіміздің түбіне тігіс түсіріп шығуымыз керек болды. Көрініп тұр ғой. Енді осы тігісті 0,1 мм тігісімізді ішке қарай жатқызып, тура осылай өтіктеп аламыз. Ішіндегі артық жерін кесіп тастайыншы, қатты үлкен болып тұрмас үшін. Тігіске шамалы қалдырамындағыны қалған қиып тастаймыз. Мына 0,1 мм тігісті ішке қарай жатқызып өтіктеп шықтым. Енді қарасаңыздар, міне бізде разница болып тұр. Енді осыны тура осы тұрсында бір-бірімен туралап келтіреміз. Бұны бізде основка деп жатамыз ғой. Жаңағы ішке қарай қайтарылғаннан кейін артық болып шығып тұрғаны екен, бірдей туралап осылай артығын қиып дұрыстап аламыз. Енді осы жағаның тура ортасын тауып аламыз. Тауып осылай белгі қоямыз. Билетіміздің артқы бой бар ғой, соның тура ортасын тауып аламыз. Жаңағыдай белгі қоямыз. Белгі қойдық. Дублеринді алған жағы сыртқа қарап тұрады. Демек, осы екеуін бір-біріне туралап келтіріп череп қоямыз. Мына алдыңғы бойда бізде 2 см. 1 см тігіске 2 см. Жаңағы түймеге алып қоямыз дағыны, қалған 3 см. Сонда барлығы 3 см. Осы жерге дейін жағамыз болу керек. Жаға былай түймемен айқасқан кезде жаға тұрмайды ғой ол жерде. Сол себепті осы жерге дейін жаға қыламыз дағын, қалған бос қалады. 3 см. Осыны түйреп аламыз екі жаққа қарай. Череп шықтық. Келесі жағында тура осылай тереп аласыздар. Тереп алдық. Енді осыны 1 см-лік тігіспен қосып тігіп шығамыз. Басында закрепка жасаймыз. Соңында да закрепка жасаймыз. Тігіп алдық, енді инелерімізді алып тастаймыз. Жаңағы жағамыздың тігісін жатқызып өтіктеп аламыз. Астыр бөлікті құрастырып тігейік, одан кейін екеуін біріктіреміз. Міне мынау бізде алдыңғы ойдың өңірі бар, осыны
астар алдыңғы бойдың астарын аламыз дағыны мына 10 беттен бір-біріне беттестіреміз. Дайын күйінде осылай тұру керек. Сол үшін осылай бір-біріне 10 беттен беттестіріп, мынаны былай айтайыншы, мына төменгі жағынан бастап тіген, себебі мынау астармата жұқа болғандықтан жиырылып қалады да, сол үшін төменгі жағында тұрған дұрыс. Осылай 1 сантиметрлік тігіспен қосып тігіп шығамыз. Бір жағын тігіп алдық, осылай шықты. Келесі жағында тура осылай тігіп аласыздар. Оны сіздерге көрсетпейін, бір көрсеткен қайта-қайта. Артқы бойды аламыз. Жағаның өңірін осылай тура ортасын тауып аламыз. Сосын мынау астар бөліктің тура ортасын тауып аламыз. Енді екеуінің 10 беттерін бір-біріне беттестіреміз. Мына жақ 10. Ой, осы. Мына жақ 10 сияқты. 10 беттерін беттестіріп, жаңағы тура белгімізді бір-біріне туралап келтіріп, череп қоямыз. Енді мұны бір шетінен бастап тігіп шығамыз. Екеуін біріктіріп. Ешқандай татпаңыздар, созбаңыздар. Қалай жатыр, солай тігіңіздер. Жартысына келдім, енді келесі жартысын. Мына жағы менде жетпей қалды. Сол үшін тігісімді тоқтатамын дағыны. Жаңағы тігісім тігіп келе жатқан тігісті толық соқпеймін, сәл ғана сөгем. Сөйтіп келесі жағынан бастап, енді мына жағынан бастап тігемін. Негізі ол бір-біріне келмей қалмау керек. Екеуі бір детальден жасалғандықтан бір-біріне тура келу керек. Енді осында егер тура келмей жатқан жағдайда, мысалға екі түрлі мата, екеуінің созылу несі екі түрлі, сол себепті осындай болып қалады кейде. Енді тағы да кішкене сөгем. Хотя тура ортасын таптық. Сәл тұр. Сөктім. Сәл ғана екеуі шылжыды, бірақ бір-біріне тура келтірдік. Енді осы тігіп алған тігісімізді жақсылап жатқызып үтіктейміз. Осы төменге қарап. Енді сіздерге видео ұзақ болып кетпес үшін үтіктеу процестерін көрсетіп жатқан жоқпын. Қалай үтіктеу керек екенін айтып түсіндіріп жатырмын. Тігістерін үтіктеп алдық. Енді біз иықтарын, жаңағы сырты тіктік қой, сол тура сол сияқты иықтарын, жан тігістерін қосып тігіп аламыз. Оның барлығын көрсетпейін, бір көрсеткенді қайта-қайта көрсетпей ақ қояйын. Тігіп алдық. Енді екеуін бір-біріне біріктіреміз. Мынау негізгі деталіміз. Осыны мынаның да тура ортасын тауып алайын, сосын екеуін бірдей қойып аламыз. Жағаның ортасы белгі тұр ғой, сол белгі тұрған жерге астар бөліктің де жағасын беттестіреміз. Сөйтіп айналдырып 1 сантиметрлік тігіспен қосып шығамыз. Иық тігістері бір-бірімен тура келу керек.
айналдырып тігіп алдық. Енді әр жерінен насечка беріп кетейік. Тігіске жеткізбей арасын сәл ашып, бұл жағаны тартып тұрмасын деген оймен жасаймыз. Инемізді алып тастап, енді жағасын тігіп алдық. Енді мына алдыңғы ойдың несі бар ғой, тігісі, сол тігісті екі шетінен қосамыз. Барлық жерде тігіске 1 сантиметр қалдырылған, сол үшін 1 сантиметрмен тігесіздер барлығын. Алдыңғы ойды қосып тігіп алдық. Енді осыны теріс қаратамыз ағына. Мына менде астары, мына тігісті астарға қарай жатқызып, бағанағыдай 0,1 мм тігіс түсіреміз. Алдына мойнын барлығын қамтуымыз қажет. Матаны осылай қолыңызбен ашып отырасыз. Астындағы тігісіңізге мұқият болыңыз, мұны астар жақта жату керек. Енді алдыңғы бұрышты толық қамти алмаймыз. Тігіске қаншалықты тіге аламыз, сол жерге дейін тіктім. Енді ары қарай жағанда, жағадан да тігіп жіберейік. 0,1 мм тігіс жинақы болып жақсы жатады. Жағанына толық емес, кішкене қалдырдым. Енді келесі алдыңғы жақта тігісті қай жерден бастай аласыздар? Машинканың астына сыйғанына қарайсыздар. Сөйтіп сол жерден бастап тіге бересіз. Төменге қарай тігеміз енді. Қазір соңынан өткен кезде жақсылап өтіктеп шығамыз. Енді біз қолтық ойындыларын қосуымыз қажет. Жилеткамыз оң қарап тұр. Жилетіміз оң қарап тұр. Астармен екі ортадан қолымды кіргіземін дағыны. Жилеттің қолтық тігісін ішке қарай қайтарам 1 сантиметр. Астар бөлікті ішке қарай қайтарам 1 сантиметр. Екеуін қосып ұстап тұрмын. Жібермеймін, қолымен тартып аламын. Осыны жібермеген күйі айналдырып, қолтықты қосып шығамыз. Көбіне осы қолтық тігістен қателесіп жатады қанымдар. Жаңағы тігіс бастадым, осылай қолымызбен тартып алып, қолтықты айналдырып қосып шығамыз. Енді мына жағын тартып алайын. Енді бұл думалап болғаннан кейін бірден алып тігілмейді. Сол үшін қай жерден аяқтады, сол жерден бастап тігілмей қалған жерін тігіп аламыз. Негізі видеодан түсініксіз болып жатса, жилетті алып отырып тіксеңіздер, еш қиындығы жоқ. Түсініп аласыздар. Осылай айналдырып, қолтығын тігіп аламыз. Енді қазір сіздерге оң қаратып көрсетейін. Осылай беттесіп тұр. Келесі қолтығында осылай тігіп алыңыздар, сосын төменгі жағын бекітеміз. Енді төменгі жағын бекітеміз, содан кейін үтіктейміз.
мына жаңағы біздің подбордымыз сол екеуін бір-біріне беттестіріп төменгі жағын толықтай 3 сантиметрлік тігізбен тосып аламыз. Алдын қойды, сәл ұзындау қылып пішіп қойды. Төменгі жағын қосыладық. Енді мынау астыртын жан тігісі бар ғой, соның екі жерінен закрепка жасаймыз. Жай ғана закрепка, ешқандай тігу емес. Енді осы екеуінің ортасын сөгіп шіретімді оңғаратып аламын. Жаңағы сөккен кезде екі жағы көп болып сөгіліп кетпесін деп закрепка жасап алдық. Енді осы жерден жилетті оңғаратамыз. Жаңағы сөккен жерімізді машинкамен тігіп бекітіп қоямыз. Содан кейін толықтай жилетімізді үтіктейміз. Осылай шетінен тігіс түсіріп қосып аламыз. Қолмен тігіп қойсаңыз да болады. Ал енді жилетімізді жақсылап үтіктеп аламыз. Алдыңғы ойдан бастаймыз. Жаңағы алдыңғы ойда біз 0,1 мм тігіс жүргіздік. Соны ішке қарай, подбордқа қарай жатқызамыз жағына. Енді үтіктейміз. Негізі мына мазалы дублеринді тіккен жақсы екен. Дублеринсіз шиырлық дублерин екен. Төменгі жағына үтіктейміз. Төменгі жағына үтіктегенде кішкене сағана ішкі астарлыққа қарай жатқызып үтіктейміз. Сол кезде жақсы төменгі жағы шығып көрініп тұрмайды. Енді қолтығын үтіктеп жіберейік. Мен қолтығынан отсечка беруді ұмытып кеттім. Қазір сөгіп жіберіп, насечка жасау керек. Жаңағы біз жағасын тіліп жібердік қой, сол сияқты қолтық ойындасын. Әр жерден тіліп қойсаңыздар, қолтығы тартылып тұрмайды. Егер қандай да бір ою бірдеңе тігетін болсаңыздар, сыртынан бірінші оюды тігіп алып, содан кейін барып біріктіресіздер ғой. Осымен біздің жилетіміз. Мынаның алдына кнопка қоясыздар, мүмкін түйме қоясыздар, өз қалауларыңыздар.